WhatsApp, сендерме атын білмеймін каналы, және де бүгін атын білмеймін Майнкрафт емес, видеоның атын көріп отқандай хейтерлерге ответ беретін боламыз, яғни жауап. Бірақ мен ол адамдарды енді хейтер деп айтқым келмейді, бірақ хейтер не екенін білетін шығарсыздар. Хейтер ол өз қолымен жасап және не істесең де соны көре алмайтын сияқты болады. Ол ешқашан да оған ештеңе ұнамайды, сондай адамдарды айтады. Ал міне маған осы ең алғашқы мен видео мектеп салдым деген, сол видеода осындай комментариялар болды, жаман өтірік қой, бұл карта мод деді, экраннан көріп отқандай. Сосын міне еще мында адамдар жазған, неме ұмытқан, короче, мында экранда көрініп тұр, ал мен қазір білмеймін, неме соншама үлкен карта алғансың, адам сенетін кішкентай карта алмайсың ба деп, сол сияқты жазған. Міне сосын енді ол карта болса бар ғой, мен қазір кіремін, міне атын білмеймін Майнкрафт деген. Ол если карта болса, ол басқа да болушы еді бар ғой. Сосын айтады, мен досымда да дәл осындай карта бар дейді. Және сол адам, если дәл осындай, по идее дәл осындай карта болса, маған ссылкасын или бір жерін жібер. Если что, маған комментарияға жаз, ВК-дан или бір жердің личкаға шығамыз, сол кезде сөйлесетін боламыз. Міне қараңыздар, мына кешегі, бүгінгі, то есть видео, бұны негізі кеше түсірген болатын, бірақ ютубқа бүгін салдым. Міне осындай өзім салған, мына тіпті мына полдарын қараңыздар, асты мынандай, мынаның асты міне көрдіңіздер ма? Бұндайға карта салмайды бұны. Мен астын еще әдейілеп осылай салғам. Ал мен еще жандармен әдейі қалдыр қойғам, что төрт бұрышты болу үшін. Міне жандар осындай, міне мынандай еще мынандай болып дұрыс салынбаған, типа бұзылып жатқан сияқты. Ал мына міне кеше бүгінгі видеодан көрген шығарсыздар осы жерде. Міне осындай. Білмеймін енді сіздер, бірақ мен өзім осы бағанаға сенбейтін адамдарды хейтер деп те айтқым келмейді. Негізі жалпы хейтер деген ол істеп өз қолымен жасап тұрған нәрсені ол біреуден типа көре алмайтын сияқты ғой. Сондай болады. Міне мектеп өзім салған, міне төбеліңіз, жаңағы төбесі мынау көрсеттім ғой ашып. Еще мына жерлер мындай. Картада бұны карта салса да бұндай қылып салмайды. Еще мен парта, столдарды осылай қылып салғам. Если айтыңдаршы, осындай, дәп осындай бір мектеп болса, маған айтыңдар. Или маған личкаға бірдеңеге жазыңдар, мен ссылкасын беремін өзім ВК-мнан, если нетсеңдер, сөйлесіп болсақ. Еще міне қараңыздар, мен мына жерде ең басында міне видео салған. Мына жер нетіліп қалды. Негізі мына жер ашық болады, мен отын міне қараңыздар. Қазір бұны тіпті өзім салғам, мына жерін осылай қалдырып кеткем, түкте салмай. Бірақ мен бұны бүйтіп көп дәлел келтіргім келмейді. Сенетін адамдар сенеді, түсінетін адамдар түсінеді. Ондай адамдар менде бар. Мені қолдап, лайк басып, комментарий, жақсы комментарий жазып жүрген экраны көрініп тұрғандай. Міне осы адамдарға Алла разы болсын. Ал енді сенбейтін адамдар білмеймін, енді мен олай қатты дәлел келтіргім де келмейді. Енді рас қой, енді сенетін адам өз түсініктері бар адам түсінеді. Міне туалет не үшін кіріп кеттім, бірақ білмеймін, мына жерлерде міне өзім салған, бұны дәп осындай қылып ешкім салмаған әлі. Міне мынандай қылып істегем. Еще қараңыздар, мен бұрынғы үйімді, үйім еді, міне жердің асты осындай болып жатыр, я. Бірақ айтып отқан шығарсыздар, бұны не үшін көрсетіп жатсың деп. Міне бұрынғы үйімде жердің асты осындай болып көрініп тұрады, міне. Бұрынғы үйіміз, үй салдым ғой, мен бассейні бар. Міне осы бассейн мынау. Ал мына үй. Өзім солай, әйтеуір мені сенетін адамдар бар, оларға Алла разы болсын. Рахмет айтамын көп. Ал сенбейтін адамдар, білмеймін, енді сендерге не айтарымды да білмеймін, бар ғой. Көбі комментарияға, және де бұл мен болды, осыдан кейін ответ бермейтін боламын. Өтірік анау-мынау дейтіндерге ответ бермеймін енді.
бір-ақ рет ответ беремін, одан кейін уже бермей, маған бәрібір. Если тағы сенбей қойсаңдар да бәрібір жаза беріңдер, бірақ бұл шын. Түсінетін адамдар өздері түсінеді. Өздеріне түсініп алыңдар. Ұқтыңдар ма деп қойып дейді. Мына жаңа туалет. Тынасты. В общем, осылай. Маған сөйтіп айтпай қойыңдар, мен бәрібір де. Жоқ, енді карта болса да, ал карта болса, не деп кеттім бар ғой. Карта болса шынымен де маған тауып беріңдерші, мен көрсетем. Я мына жерде айтып жатыр, вертолет қонатын жер деп. Білмеймін мен қалай жасарымды білмеймін, сосын осылай жасадым. Сосын осы кітапхана салдым ғой, сол видеоға 50 лайк жиналса, Майнкрафттан бір осы мектеп туралы бір новыйдан бірдеңе салатын боламын. Так что сол видеоға 50 лайк жинапсақ, одан кейін в общем, күтіңдер. Міне осындай нелер. Мен лестницаны қараңыздаршы, мен лестницаны өтірік салдым. Өтірік. Мынандай дұрыстап басқа жерге салған жоқпын. Осы жері ыңғайлы болу үшін салдым. Міне мына жер нетіліп қалған. Сөйтіп мен енді дәлел келтірдім деп ойдам, бірақ осыдан кейін болды, мен дәлел келтірмеймін. Өйткені уже ответ бергім келмейді бар ғой. Енді өтірік, сосын тағы Майнкрафт P деген андай бір программа бар екен ғой, мастер Майнкрафт па айтады, сондай. Содан создавать етеді. Ал одан қалай создавать етесіңдер? Если создавать ете алсаңдар, өздерің неге сөйтіп ойнамайсыңдар? Вот біреудің несін еткенше мен салып тұрмын өз еңбегіммен. Бұны мен негізі қанша бір 5 күнде салып шықтым осы мектепті. Күні бойы. Ең бірінші мен осылай мынандай кабинет сондайларды салған жоқ. Мен ең бірінші мен этаждарын сыртын жасадым. Қазір мен сыртқа шығып көрсетейін. Бұл мектеп қатты ұзақ деп те айта алмаймын. Мысалы 5 күнде сондай салдым. 4,5 ба сондай. В общем, видео неге шыққанша не болды. Сосын не жаңадан біз не салып жатырмыз. Жаңадан нәрселер міне өзім салып жатырмын. Мен мынау мектеп, мына жердегі үй, мынау ферма. Міне алдына жерді айтып салайын. Мен міне қонақ үй салып жатырмын, міне. Атыл бар ғой. Мен осындай қылып салып жатырмын. Бұны қазір, если бұғанда сенбесеңдер, менде дәлел бар. Мен бұрынғы қазір көрсететін боламын. Еще мына жерде тағы бірдеңе, бұны келесі бөлімдерді көрсететін боламын. Так что енді осы видеоға да 50 лайк жинайық. 50 лайк жиналса, мектептің келесі бөлімдері шығады. Ал енді қазір если осы ательге сенбейтін болсаңдар, мен шынымды айтайын, бұдан да үлкен қылып мен басқа мерден салған болатын. Қазір көрсетем. Ол қайда мен неше күн бұрын кірдім, қазір көрсетем. Міне мой мер осы 7-ші, міне марттың 7 мартта кіргем. Осылай, бірақ ал бүгін 31-і, мынау 7 март. Бұны қараңыздар, қазір жаңағындай дәп осындай бір 2 отель бар. Көрсететін болдым, еще тағы да басқа үйлер бар. Соларға қарап мен шынымен де осындай нәрселер салатынды оқысаңыздар, мен мектепте өзім салдым деген. Мынау бір, мен үй салып атқан бір андай үй сияқты, типа жат, бұл баяғыдағы, бұл аяқтамай. Міне, қараңыздар. Міне жаңағы қоңыр осындай. Мынау қарасы, міне осындай отель болған. Мен салдым, өзім салдым. Аллах куә, өзім сенесіздер ма де. Рас өзім салдым, міне қараңыздар. Бұл до конца деген неше этаж дейді? Бұл ұмыт қалдым, неше этаж. Міне осындай биік, міне аспанға дейін салынған. Міне бірақ бұның іштері салынбаған. Ал жаңағы атын білмей Майнкрафт деген мерда мен ішін бәрін толықтай салуға саламын. Сосын міне осы отельдің мына жақта гаражы болады. Гаражын көрсетсем,
мен короче типа осылайша жаба сагам. Мен ана жер алынып калды. Ой, сосын салам жарт. Мен bunu ойнап жүрген жоқ. Мен көріп тұрғандар 7 мартта, последний раз 7 мартта кіргем. Міне еще мына жақтан келіп, 3-ші этаж бар. Мынау үй болған, мен бұрында бұны да көрсетем. Мен мынау 2-ші этажы, жаңағы осы гараждың осылай келіп машиналар кіреді. Мына жақта 3-ші этаж бар. Бірақ крышасын салмаппын. В общем, осындай. Міне мына үйді қараңыздар. Мен өзім салғам. Көрдіңдер, жаңа мой мир деп тұрды. Еще мында лабиринт бар, кішігірім. Алдағы уақытта тағы да осындай видеолар түсіретін боламын. Лабиринт сондайлар салатын боламын. Міне мынандай үй көрдіңіздер ма? Мынау мынаның ішінде еще мында подвал бар ғой деймін. Ұмытып қалдым, қашан көрмедім. Подвал бар осында, кажется. Иә, міне. Ішін көріп тұрған шығарсыздар, бірақ қараңғы іші. Міне мынаны қараңыздар, мынандай лестница еще мен өзім салғам, ішінде түк жоқ. Міне былай кіреміз де, мында төмен түсетін подвал болады. Мында бөлмелер бар. Ал жоғары көтерілсек, міне мында мынау уже мынау негізгі, мынау 1-ші этаж осы мен тұрған. Мынау астыңғы подвал 0-ші этаж. Мына міне 2-ші этаж болады. Міне мынау 2-ші этаж. Міне мына жақтар қараңғы. Есіктері нелері жоқ. Мына жақта крышасында да тоже не бар. Мынау крышасы жаңағы ненің, бұл 3-ші этаж болып есептеледі. Еще мынаның үстінде тағы да бір жаңа ең үстінен көрген шығарсыздар. Осындай бірде, осындай типа бөлме сияқты болған, бірақ лестница андай комната сондай салған жоқ. Міне үсті осындай. Вот көрген боларсыздар. Енді мен сеніңдер деп айтпаймын, мен сенетін, түсінетін адамдар сенеді. Соларға рахмет. Осы енді бүгінгі дәлел. Осы мен кітапхана деген видеома және осы видеоға 50 лайктан жиналса, келесі бөлімі Майнкрафттың атын білмей, Майнкрафттың келесі бөлімі шығады. Так что лайк басып каналға тіркеліңдер.